Бленди тортын ең қиын торт деп жүрсем, осы рецепттен өте оңай торт екенін білдім. Және де жасау жолы өте оңай. Бірден жасап ұсынай беретін торттардың бірі. Видеоны соңына дейін толық қараңыздар. Ең алдымен бізге ыдысымызға 3 жұмыртқамыз салып, және де үстіне 1 кесе шекерімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Керекті құрамдарын описание бөлімінен ұстап кететін боламын. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне мен осылай 1 бокал сүт құйдым, және де жарты бокал сүт құйдым. Одан кейін сұйық май, тұз, сосын ас содасын қостым. Одан кейін барлығын жақсылап араластырып алдым. Жақсылап араластырғаннан кейін ұнымды 4 бөліп қостым, себебі комошка болмау керек. Сондықтан осы бәрін бөліп қосып дайындап алдым. Міне қыздар, массасы дәл осындай болады. Енді кезекте табағымызды қыздырып, осы блиньяларымызды пісіріп алатын боламыз. Міне менде осынша блинья пайда болды. Міне дәл осындай жұмсақ болып шықты. Міне енді кезекте кремін дайындайтын боламыз. Бізге креміне сливка керек, және де сливкамыз осылай блендердің көмегімен кішкене араластырып аламыз. Одан кейін керекті сахарный пудрамызды ішіне қосып, тағы да қою масса болғанша араластыратын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай масса пайда болу керек. Енді кезекте блиньяларымызды орналастыратын боламыз. Осындай табағымыз ішіне блиньяды дәл осылай орналастырып, астыңғы жағынан өтіп кетпейтіндей кремін орналастырып аламыз. Ары қарай дәл осы видеодадай орналастырсаңыздар болады. Міне қыздар, менде блинья тортым дайын болды. Енді кезекте осы әдемілігі үшін банандар дәл осы орналастырып шықтым. Үйде кез келген жеміс болсын, үйде не бар, соны осы орналастырып әдемілігі үшін жасасаңыздар болады. Және де осының үстіне мен шоколадты теркадан өткізіп, үстіне тағы да сеуіп шықтым. Міне достар, менде блинья тортым дайын. Жасап көріңіздер, өте тәп-тәтті. Басқа торттардан асып түсетін торттың бірі. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Әсіресе үлкен кісілерге өте қатты ұнайды бұл торт. Жасап көріңіздер. Достар, сұрақтарыңыз болса комментария қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Сау болыңыздар, ас болсын.